Тыныштық мына әдемі әлемді сезіну, мақсаттарға жол салу, армандау, санадағы бүкіл жағымсыз ойлардан арылу. Міне, бір сәттік тыныштық құдіреті. Әрине, күйбең тіршілік бізге әсер етпей қоймайды. Осындай кезде бір сәт мейлі жұмыста, мейлі сабақта болсақ та тыныштық қалаймыз. Бұл осы дүниеден теріс айналу емес, сұлу дүниені сезіну, тынымсыз тірліктен кішкене уақыт бас тарту дер едім. Арасында үнсіз ғана құстардың әнін тыңдап, қиялдағанға не жетсін. Уақыт жоқ деп, уақыттың дегенін орындап жүрген біздер, керісінше біз уақытқа әмір беретінімізді ұмытқандаймыз. Бір сәт, бір ғана сәт өзіңіздің жүрегіңізде тыныштық болуына мән беріңіз. Ешқандай жағдайға қарамай, бір уақыт өзіңіздің ішкі әлеміңізге үңіліңіз. Мүмкін таба алмай жүрген сұрақтарыңызға жауап табарсыз, шеше алмай жүрген мәселелеріңізді шешіп кетерсіз. Әрине, барлығы Алланың қалауымен. Жан тыныштығы жақсы өмір сүрудің жаршысы.